Ресейлік тарих ғылымдарының кандидаты, ең көне Санкт-Петербург мемлекеттік университетінің доценті Олег Соколов. Бір кездері ол кең ортада беделді адам болған. Бірақ 2019 жылы оның жасаған әрекеті бүкіл ресейліктерге қорқынышты қылмыскер ретінде танылды. Өте әдемі, білімді Соколовтың бұрынғы студенті әрі сүйіктісі Анастасия Ещенко. Ғашықтар Мойка өзенінің жағалауында пәтерде тұрды. Бұл жұп өте бақытты еді. Уақытының көбін бірге өткізіп, тіпті бірнеше ғылыми еңбектерді бірге жазды. Белгілі бір уақытта олардың қарым-қатынастары бұзыла бастады. Жағдай күннен күнге ушығып, 2019 жылдың қараша айында болған қорқынышты оқиғаға әкелді. Бұл Соколовтың өмірін түбегейлі өзгертті. Оның үстіне білімді, беделді адамның бұл жасаған қылмысы туралы бүкіл Ресейдің жаңалықтарында тарады. Профессор мен студент арасында болған қорқынышты оқиғаны бірге талқылап көрейік. Сәлем достар, бұл Асия Директив арнасы. Қазақ тілді контентке қолдау көрсетіп, арнаға тіркеліп, лүпіл баса кетіңіз. Егер бейне ұнаса, достарыңызбен бөлісе отырыңыз. Ендеше баршаңызға жақсы қаралым тілеймін. Ресейдегі ең ірі қалалардың бірі Санкт-Петербург. Таңғажайып сәулетімен, әсем су арналарымен және сүйкімді атмосферасымен безендірілген ерекше қала. Анастасия Ещенко, 24 жасар студент, 1995 жылы туылған. Бала кезінен ерекше интеллекті бар, әдемі, көңілді әрі білімге деген ынта-ықыласы жоғары. Әсіресе тарихқа деген құштарлығы бірінші орында. Ол танымал тарихшы болуды армандады және осы арман оны Санкт-Петербург мемлекеттік университетіне апарды. Ол әсіресе Франция тарихына қызығушылығын танытты. Сыныптастары мен достары оның сүйікті ісіне берілгендігіне әрқашан таңғалатын. Ал оның тарихқа деген құштарлығы соншалық, Настя көбінесе тарихи тұлғалардың кейпіне еніп, тарихи көне киімдерді де жасайтын. Бұл қабілетінің арқасында ол уақыт өте келе профессор Олегтің сенімді көмекшісі болды. Және олар бірге бірнеше ғылыми мақалалар жазды. Бұл профессор мен студенттің көптеген ортақ қызығушылықтары болды. Жас ерекшеліктеріне қарамай, бұл қарым-қатынас романтикаға айналды. Ақырында олар кездесе бастады. Бір қызығы, бұл екі ғашық Наполеон мен әйелі Жозефинаға қатты ұқсайды. Настя ештемеге қарамай, бұл Соколовқа қатты ғашық болды. Негізі профессор бұрында басқа студенттерге қырындап көңіл қосқысы келетін. Тіпті бір мерекелік кеште шәкірттерінің бірін зорлықпен сүйгісі келген екен. Настя бұның бәрін қабылдап, оның соңынан ерді. Соколовтың өзіне тән қожайын ретінде ұстанымдары болатын. Оның аурасы, атмосферасы барлығын билеп тұратындай көрінетін. Көпшілік ортада оның айтқанын істемей, тыңдамағандарды ол жек көретін. Настя оқуын бітіріп, жатақханадан шыққаннан соң, Олег оған оның жағалаудағы сәнді пәтеріне бірге тұруға шақырды. Бірақ бұған қыздың анасы қарсы болды. Жалпы Анастасияның анасы бұл қарым-қатынасты құптамайтын. Настя бәрі жақсы болатынын айтып, Олег оған үйленуге ұсыныс жасайтынына сенімді болып, оның үйіне көшті. Көшіп болғаннан кейін Олегке көмектесе бастады. Лекцияларына, эсселеріне, жалпы жұмыстарын бәрін екеуі бірге жасап, бастапқыда бір-біріне риза болып, бәрі жақсы болды. Алайда Олегтің қысымы бірте-бірте артып, Настя достарына баруды тоқтатып, туыстарымен араласпады. Тіпті анасымен де байланысын үзе бастады. Сүйікті хоббиін тастап, өмірін тек Соколовқа арнады. Белгілі бір уақытта олардың қарым-қатынастары нашарлап, түсінбеушіліктер көбейді. 2019 жылдың 9 қарашасында таңертең қарапайым такси жүргізушісі Гарик өзеннің жағасына аяқ киімін ауыстыруға тоқтады. Таңертең қала тыныш, жүрген көлік те аз. Кенеттен өзеннен айқайлаған дауыс естиді.
өзенге қарап суға құлап кеткен адамды көрді. Бұл Олег Соколов мас күйінде болатын. Ол жүргізушіге ешқандай полиция шақырмай, тек судан шығаруға көмектесуін сұрады. Бірақ тік жағаға байланысты оған көмектесу мүмкін болмады. Қараша болғандықтан күн суық болды. Жүргізуші Олегтің денсаулығына алаңдап құтқарушыларды шақырды. Жедел жәрдем мен полиция келіп, Олегті тез шығарып алды. Тексеру кезінде полиция Олегтің сумкасынан адамның кесілген 2 қолын тапты. Оны тез арада қамауға алды. Өзенге тағы да басқа дене бөліктерін тастаған болуы керек деген болжаммен өзен түбін мұқият тексере бастады. 2 күндік іздеуден кейін тергеу кезінде қыздың аяғы мен денесі табылды. Ал дене 24 жасар Анастасия Ешенкаға тиесілі болып шықты. Жан-жақты тексеріс жүрді. Қыздың өлімінің себебін іздеді. Айғақтар, бейнебақылау камераларының жазбалары және қыздың туыстарының әңгімелерінен бұл оқиғаның қалай болғаны бірте-бірте ашыла бастады. 2 күн бұрын Настя ағасына құрбысының туған күніне барғысы келгенін айтқанда, Олег оны жібермей ұрып соққанын айтып хабарласқан екен. Ал Соколов қызғаныштан оны ұрып соққан. Қатты жанжалдан кейін Настя қалыпты дауыспен барлығы дұрыс екенін айтып, ағасына қайта қоңырау шалған. Яғни осы күні үлкен жанжал басталған. Соколов қызды ұрып соғып басқармақшы болған. Кейіннен ұрыс ушығып кеткенде, Олег үйдегі қарумен, қызуқандылықпен Настяны 4 рет атқан. Өлі денесін көрші бөлмеге төсектің астына жасырған. Келесі күні ештеңе болмағандай профессор үйіне достарын шақырып, ішімдік ішіп, көңіл көтерген. Ал көрші бөлмеде қыздың денесі болған. Ішімдікке тойып алған Олег жоспар құрып, қыздың денесін бөлшектеп өзенге лақтырмақшы болады. Ас үйдің өткір пышағымен, қол арасымен денені бөлшектеп өзенге әкеледі. Міне, мына бейне жазбада ол алдымен қыздың аяқтарын, содан соң денесін суға тастайды. Соңында соңғы сөмкені тастамақшы болғанда өзі де суға құлап қалады. Сол судан құлап айқайлағанын такси жүргізушісі көріп қалады. Тергеушілер пәтерді тексеру кезінде болған сұмдықты көріп шошиды. Онда қыздың басқа да қалған бөліктерін көреді. Профессор осыдан кейін қалай ақталды? Ол басында қызғаныштан оны басқа туыстармен, басқа еркектермен бөліскім келмейді деді. Кейіннен ол өзімді қорғау үшін осылай жасадым деді. Настя маған қарсы шығып, мені пышақпен қорқытты деп те ақталды. Бірақ толық айғақтарды қорытындылай келе, Олегтің бұл ақталуы өтірік екені анық. Ал Настяның туыстары қыздың мінезі өте жұмсақ, ешкімге зиян тигізбейтіні анық дейді. Әріптестерінің айтуы бойынша, ол өзін Наполеон ретінде сезініп, барлығын басқарғысы келгенін, солай Настяны да өз еркімен жібермегенін айтты. Психологиялық сараптаманың қорытындысы бойынша Олег психикалық сау деп танылды. Сот кезінде Олег Соколов Анастасияның өте мейірімді, әдемі болғанын айтып, жасағанына қатты өкінетінін айтты. Сол жерде қыздың туыстарынан кешірім сұрады. Ең мықты адвокатқа жүгініп, аз мерзім алуға тырысты. Бірақ сот шешімі бойынша Олег Соколов 12,5 жылға бас бостандығынан айырылды. Осындай сұмдық қылмыс жасаған адамға берген жаза аз емес па? Қалай ойлайсыздар? Меніңше өте аз секілді мұндай зұлымдық үшін. Өз пікірлеріңізді астына жазып қалдырсаңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз, пікірлеріңіз мен үшін өте маңызды. Мені қызықты деректер шығаруға шабыттандырады. Егер бұл бейне ұнаса, лүпіл басып, достарыңызбен бөлісе отырыңыз. Келесі қызықты шығарылымда кездескенше сіздермен болған Әсия.